Сәлем достар, бүгін 2021 жылы шыққан жаңа зеландиялық Кримари фильмі туралы айтып беретін боламын. Ой, не сдавала. Ты бросила его в изоляцию. Ерлердің киіну бөлмесінде оқыс жағдай орын алып, барлық еркектер құлап қалады. 8 жыл өткен соң жер бетінде тек қана әйел адамдар қалады. Нәзік жандылардың ұйымын құрған Лейн есімді әйелдің аяғы ауыр. Ол лотерея ұтысын ашық деп жариялайды. Жеңімпазға еркектің сұйықтығы беріліп, нәтижесінде ана атануға мүмкіндік бар. Үш туысқан әрі құрбы қыздар араларындағы Джеймидің ұтып кетуін тілейді. Шынымен лотереядан оның нөмірі шыға келеді. Алайда Алекс есімді құрбысын тәртіпсіздік жасаған үшін күзетші алып кетеді. Байқұс қыз жаңа ережелерге үйренісе алмай қарсылық білдіруде. Константа оны басқа бөлмеге алып келіп, терісінің астына чип салуға әрекеттенеді. Бұл чип адамның есін адастырады. Константа мен Алекс бұрыннан таныс болып шығады. Олар сезімге беріліп, кейін күзетші бұзақы қызға бәрібір чип салады. Алексті құрбыларына әкеліп тастайды. Бұл жағдай бірінші рет болып тұрған жоқ. Сондықтан ешкім таңғалмай кереуетке байлап жатқызады. Джейми дәрігер қабылдауына келеді. Ал экранда ана болуға денсаулығы мықты ғана әйелдер таңдалып алынады деп жатады. Сонымен дәрігер Джеймиді қарап, жағдайының жақсы екенін айтады. Бірақ егер ол бала көтерсе, оның дүниеге келе алмайтынын ескертеді. Алекс өзіне келеді де достарының жазып кеткен хаты бойынша желкесіндегі чипті алуға тырысады. Оны алмаса, ой өрісі қалпына келмейді. Кешкісін Джейми бір қызбен кездесіп, одан қайтыс болған күйеуінің киімдерін киіп тұруды өтінеді. Оның көз алдына жолдасы елестеп, сағынышы басылады. Үйге оралғанда Алекстің жоқтығы білінді. Ваннада қан жоса киімдер жатады, бірақ қыз табылмайды. Сөйтсе ол анасын көруге кетіпті. Анасы мүлдем есінен айырылған. Өйткені жер бетінде әлі де еркектер бар деп айта берген соң, арнайы құрылғымен санасына зақым келтірген. Алексті іздеуге шыққан қыздар фермадан алысқа ұзамай-ақ байқаусызда біреуді қағып кетеді. Олар Алексті жарақаттап алдық деп шошиды, бірақ ол кенеттен шыға келіп, жатқан адамның бетін бері қаратады. Міне қызық, бұл ес-түссіз жатқан еркек екен. Енді қыздар не істерін білмейді. Пип тиісті жерлерге хабарлау керектігін айтады. Алекс болса бұл жағдай өмірлерін өзгерту үшін берілген мүмкіндік дейді. Жол ережесін бұзған Пиптің өзі болған соң, егер полицияға хабарласса, ең бірінші өзінің басы бәлеге қалатынын ескертті. Бұны естіген Пип ешкімге айтпауды шешті. Джеймидің тұрмыс жағдайын тексеруге Лейннің көмекшісі келеді. Ол амбарда жатқан жігіттің дауысын естіп, күдікпен сонда келеді. Айлакер Алекс өзін жынды ретінде көрсетіп, барлығын жасырып қалады. Джеймиді ана атанушылардың бағдарламасынан алып тастайды. Пип досына көмектесу үшін жоба төрайымы Лейнмен сөйлесуге келеді. Ол төрайыммен қателесіп, немесе шатасып, Джейнді тізімнен алдыңыз ба деп сұрайды. Пиптің бұл әрекеті Лейннің шамына тиіп, ол Джеймиді қара тізімге енгізіп, бағдарламаға мүлдем қатыса алмайтындай етеді. Алекс жігіттің қалтасынан анасының суретін тауып алады. Суреттің ода қайдан жүргенін сұрағанда, Бобби өзінің жалғыз емес екенін және басқа да еркектердің бар екенін жеткізеді. Олар бір жерде жиналған. Ол жердің кілті осы суреттегі әйелде болған. Қазір бұл әйел жоқ болғандықтан, аталған орынның қайда екенін ешкім білмейді дейді. Джейми әлгі адамнан еркектік сұйықтығын беруін сұрайды. Бұған таңғалған Бобби үнсіз жата береді. Көмекке Пип келіп, өз қателігінің орнын толтыру үшін жігітпен сұйықтықты алып береді. Материалға қол жеткізген Джейми қуанып, ұрықтандыру рәсімін жасайды. Дүкен сатушысына да бағдарламадан мақұлдау келмеген екен. Пип жігіттен тағы да сұйықтық беруін сұрайды. Орнына жуынуға рұқсат етеді. Жігіт шомылып жатқанда Пиптің есі кетіп қарап тұрады. Бомби лас киімдерін кигісі келмегендіктен амалсыз Пиптің киімін киеді. Алекс ішімдік әкеліп жігітпен бірге ішеді де мас болып қалады. Бұны пайдаланған Бобби қолындағы жіпті шешкізіп қаша кетті. Алайда аяғы жарланған, ол көпке бара алмайды. Сиырдың нәжісіне құлайды да оған қайта оралуға тура келеді. Амалы таусылған еркек Алекске өзінің досы берген сим-картаны беріп көмек сұрайды. Таңертең ұйықтап жатқан Боббиге Пип таза киімдерін алып келеді де тағы да көз алмай қарап тұрады. Бұл үшін оны құрбылары мазақтайды. Ашумен қайтып келген қыз жігітке тіптен қызықпайтынын айтады. Джейми дүкен қызметкеріне ана болуға көмектескісі келіп, есігінің алдына сұйықтық қойып кетеді. Ертеңгісін жұмыста Пип сатушыны Лейннің кабинетінде өлтірейін деп жатқанын көріп шошып кетеді. Сатушы оларға барлығын айтып беріпті. Сөйтіп Пип үйден
үйдегілерге телефон шалып тексеру баратынын ескертіп үлгереді. Тексеру тобынан бұрын үйге жеткен ол барлығын жинап тығылып қалады. Сол кезде сим-карта салынған ұялы телефон шырылдайды. Ар жағынан қарлыққан дауыс қауіпсіз бір мекенжайды айтады. Олар қанша жөнеледі. Пиптің жол ережесін бұзбайтын әдеті бар болатын. Сондықтан ол жолдан шыға алмай, белгісіз бір мерекелік шараға тап болады. Жігітке қуыршақтан киімін кигізіп қояды да өздері күдік тудырмай үшін жан-жаққа бөлініп кетеді. Жоба төрайымы Пипті ұстап алып, достарын сатып беруін талап етеді. Оның орнына бар жағдайын жасауға уәде береді. Кенеттен Джеймидің жүрегі айнып, аяғы ауыр болғанын түсінеді. Оның көзіне қайтыс болған күйеуі елестеп, басы айналады. Бұл уақытта уайымның мүшелері Бобби танып қойып, көлікке тиеп алып кетеді. Қыздары артынан қуады. Джейми қашқын көлікке секіріп үлгереді де жүргізуші ине тығып жігітті қолға түсіреді. Сөйтіп жүкті екенін жеткізді. Барлығы бас қосып қауіпсіз жерді іздеп бара жатқанда Пип ойлана келе достарын сатып береді. Ол жолдастарын тікелей Лейнға алып барды. Джейми мен Алекс қамауға алынады. Қылмысқа барғандары үшін олардың ой-санасын түгелдер кетіретін шара қолданылмақ. Ал Пип болса әдемі бөлмеге орналасып, сыйлыққа келген көйлекті киіп төменге түседі. Онда үлкен дастархан жайылып, ең басына Бобби отырғызылған екен, бірақ қолы байлаулы. Сонымен кеш қыза түседі. Жігіт пен Пип арада болған жайттарды айтысып қоймаған соң, Лейн ашуланып үстелге Боббиді жатқызады да қызға түрлі ұят нәрселерді жасауды бұйырды. Айтқанды орындамаған ол құрбыларының күйін кешетін болды. Сөйтіп Константа Пипті медициналық шара болайын деп жатқан бөлмеге әкеледі де қызметкерлерден бөлмені босатуды талап етеді. Содан соң қыздарға көмектесе жөнеледі. Ол өзіне шабуыл жасағанда етіп көрсету үшін Алекске чиппен атуды тапсырды. Пип достарынан кешірім сұрайды. Артынша бәрі бостандыққа шығады. Қыздар Боббиді алып бара жатқан Лейнді шабуылдайды. Жігітті босата салысымен ол бұлардан қашып құтылады. Дегенмен достар телефон арқылы айтылған координатаны білетін болатын. Келсе Боббидің қасында көлікке тие қашқан қыз бар екен. Ол командаға қару кезеп тұрғанда бөлмеге газ жіберіле бастайды. Барлығы бұл жерден шығудың амалын іздейді. Сөйтіп желдеткіш құбырға мінеді. Көмектескен қыздың қолынан Алекс анасының қолындағыдай белгілерді көреді. Анасы жылдар бойы ерлердің бар екенін дәлелдеуге тырысқан болатын. Команда қашып бара жатқанда құбыр салмақпен жерге құлайды. Ол жан-жағына қараса, бірнеше еркек байлаулы отыр. Ер адамдардан зорлық пен сұйықтық алынады екен. Жандарына келген Лейн бүкіл әлемді бағындыруды жоспарлап жүргенін айтты. Ерлер фермасының негізін қалаған әйел осылайша бизнесін дамытып, кімнің қашан жүкті боларын басқарып отырмақ. Адам санасының өсімінде қадағалауды шешті. Алайда бұл істе бастық тек Лейн емес екен. Одан да жоғары басшы Джеймидің өлді деп жүрген күйеуі Джексон болып шықты. Бобби оны Томас деп жүр екен және телефон шалғанда сол еді. Достар, осы жерден сериал аяқталды. Назарларыңызға рахмет.